Жақсы жаңалық, қазақ елі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Мемлекет басшысының 2023 жылғы 29 наурыздағы 8-ші сайланған парламенттің бірінші сессиясының ашылуында берген тапсырмасы бойынша 2023 жылғы 1 шілдеден бастап МАСқ-тан мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдердің мөлшерін қосымша 14,5%-ға арттыру жоспарлануда. Сол пайыздық арақатынаста мүгедектігі бар балаларды тәрбиелеп отырған, сондай-ақ бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды күтуге жүзеге асыратын адамдарға берілетін мемлекеттік жәрдемақылардың мөлшері арттырылатын болады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.